Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім, тыныштық артындағы дауыл. Бір тарау. Естеліктер құрсауындағы қария және оның темір тұлпары. Күздің салқында ызғарлы кеші. Қала шуынан әлдеқайда алыс орналасқан, адам аяғы сирек жететін ауыл шетіндегі ескі, бірақ өте таза аулада Қасым қария өзінің күнделікті әдетімен айналысып отырды. Оның жасы 70-тен асқан, шаш сақалын толықтай ақ басқан. Жүзіндегі терең әжімдері мен бетіндегі ұзын сызықты қатыгез тыртық қандай да бір ауыр, от өткен шақтан сыр шертіп тұрғандай еді. Оның дене бітімі әлі де тік, иығы кең, ал жанары өте сабырлы, бірақ тұңғиық. Егер біреу оның көзіне ұзағырақ үңіліп қараса, қандай да бір түсініксіз үрейді, қап-қара түпсіз шыңырауды көргендей болар еді. Қасым қарт аула ортасындағы кәрі жаңғақ ағашының көлеңкесінде өзінің ең қадірлі, жалғыз және баға жетпес мүлкі 1970 жылдары шығарылған. Әскери үлгідегі қою жасыл түсті. Бүйірінде 72 мотоциклін тазалап отырды. Бұл жай ғана көлік емес еді. Бұл мотоцикл оның жастық шағы, қанға бөленген ұрыс далалары және ең бастысы сол бір тозақта мәңгілікке қалып қойған қияметтік достарының ескерткіші болатын. Мотоциклдің әрбір бөлшегі мінсіз күйде сақталған, қозғалтқышы сағаттай жұмыс істейтін. Қасым қария оның құрамдалған бөлшектерін мейірімен сүрте отырып, естеліктер оны 40 жыл бұрынғы өткен шаққа, Ауғанстанның от боп жанған құмдарына, Кавказдың мұзды құз жартастарына және атауы қатаң құпия сақталатын арнайы операциялар дәуіріне алып кететін. Ол осыдан көп жыл бұрын қан төгуді доғаруға, өзінің жыртқыштық қасиеттерін толығымен ұмытуға, қарапайым, бейбіт адам болып өмір сүруге өз-өзіне серт берген еді. Оның қандай атақтарға ие болғанын, қандай әскерлерді басқарғанын және мемлекеттің ең жоғары эшелондарында оны қандай лақапатпен атағанын бұл ауылда ешкім білмейтін. Олар үшін ол жай ғана үнсіз, өз алдына өмір сүретін Қасым ата еді. Алайда тағдырдың тәлкегін қараңыз, оның ұзақ жылдық тыныштығын бұзу үшін ажал өзінің елшілерін жіберіп жатқан болатын. Екі тарау. Арзан тәкаппарлық және шақырусыз қонақтар. Қасым қарт мотоциклінің моторын оталдырып, оның төмен жиіліктегі біркелкі гүрілінен ләззат алып тұрған сәтте, ауланың ашық қақпасының алдына шаң тозаңын бұрқыратып қап-қара, терезелері күңгірттелген Toyota Land Cruiser келіп тоқтады. Көлік ішінен гүрс-гүрс еткен ауыр музыка даусы шығып, ауылдың тыныштығын аяусыз бұзды. Көлік есіктері ашылып, ішінен 3 жігіт түсті. Олар қаладағы ықпалды көкелеріне арқа сүйіп, өздерін әлемнің билеушісі санайтын, ақша мен жұдырықтан басқа ештеңені мойындамайтын бұзақылар еді. Олардың басшысы жасы 25-тер шамасындағы, спорттық киім киген, көздерінде тәкаппарлық пен қатыгездік ойнап тұрған Руслан болатын. Оның жанында денесі таудай, бірақ ақылы таяз жандос және арық, жүйкесі жұқа, қозғалысы шапшаң мақсат бар еді. Олар негізінде бұл ауылға біреуден қарыз өндіру үшін келген болатын. Бірақ Қасым қарттың ауласының тұсынан өтіп бара жатып, қасқайып тұрған, сирек кездесетін, жалтыраған Урал мотоцикліне көзі түсіп кеткен. Руслан сағыз шайнап қолдарын қалтасына салған күйі қақпадан ішке кірді. Оның артынан екі досы да аулаға баса көктеп кіріп келді. Олар үй иесінен рұқсат сұрауды өздеріне ар санайтын. «Охо, жігіттер, қараңдаршы», деді Руслан мотоциклге сұқтана қарап. «Мынау дегенің нағыз музейдің экспонаты ғой. Тура кинодағыдай. Меніңше, бұл менің гаражыма өте жақсы жарасады». Ол Қасым қартқа назар аудармастан, тура мотоциклдің жанына келіп, оның орындығына қолын қойды. Қасым қарт қолындағы шүберекті жаймен қозғалтқыштың үстіне қойды. Оның жүзінде ешқандай қорқыныш та, қобалжу да жоқ еді. Ол тек өте терең, шаршаңқы дауыспен тіл қатты. «Жігіттер, рұқсатсыз біреудің ауласына кіру жақсы әдет емес. Мотоциклге тиіспеңдер. Өз жолдарыңмен жүре беріңдер». Руслан бұл сөзді естіп, әлемдегі ең күлкілі анекдотты естігендей қарқылдап күліп жіберді. Жандос пен Мақсат та оған қосылды. Руслан қарияға жақындап, оны жоғарыдан төмен қарай менсінбей шолып шықты.
Оның алдында тұрған ескі киімді, шаш сақалы ағарған бұл шал оның көзіне жай ғана дәрменсіз, дірілдеген шыбын сияқты көрінді. Естідіңдер ме, жігіттер? Шал бізге тәрбие үйретіп жатыр, Руслан кекете жымиды. Сосын Қасым қартқа қарап тәкаппар үнмен деді. Қара, шал, маған мына ойыншық ұнап қалды. Жақында қалада ретро көліктердің көрмесі болады. Мен соған мініп барғым келіп тұр. Саған $1000 беремін. Кілтті берде, үйге кіріп немерелермен шай ішіп отыр. Меніңше, саған бұл темір терсектің енді қажеті жоқ. Қасым қарттың көзіндегі түпсіз қараңғылық бір сәтке ұшқын атып кетті. Ол өзін тез басты. Өзінің ішіндегі жыртқыш маршалдың мойнындағы шынжырды қаттырақ тартты. Ол қан төгуді қаламайтын. Бұл жігіттер ақылсыз, тәрбиесіз ақымақтар болса да, олардың жастығы бар еді. Бұл мотоцикл сатылмайды, балам. Оның құны сенің ақшаңмен өлшенбейді. Шығып кетіңдер ауламнан, деді Қасым қарт, әр сөзін шегелеп қатаң үнмен. Үш тарау. Үзілген шынжыр, төгілген қан. Русланның жүзіндегі күлкі бірден жоғалды. Ол қандай да бір ауылбай шалдың оған қарсы сөйлеп, оның үстіне шығып кет дегенін ешқашан көтере алмайтын. Оның шектен шыққан эгосы бүлік шығарды. Шал, сен өзіңді кіммін деп тұрсың? Руслан бір қадам алға басып, Қасым қарттың жеке кеңістігіне бұзып кірді. Мен сенен рұқсат сұрап тұрған жоқпын. Мен сені қуантпақшы болдым. Ақшаны алмайсың ба, демек тегін алып кетемін. Жандос, бар да моторын өшіріп кілтін ал. Жандос өзінің аюдай денесімен мотоциклге қарай жүрді. Қасым қарт бір қадам алға шығып, Жандостың жолын бөгеді. Оның қозғалысында сондай бір ептілік пен жылдамдық бар еді, Жандос бір сәтке кібіртіктеп тоқтап қалды. Оған тиіспеңдер дедім. Қасым қарттың дауысы енді мұздай суық, бейне бір қабіршінен шығып жатқандай төмен әрі дірілсіз естілді. Руслан ашуланып Қасым қартты кеудесінен қатты итеріп жіберді. Қаш жолдан, қаусаған шал. Қасым қарт itергеннен бірнеше қадам артқа шегінді. Бірақ құлаған жоқ. Дәл осы минутта оның миында мыңдаған есептеулер жүріп өтті. Ол алдында тұрған үш ақымақтың қай буынына ұрып сындыру керектігін, оларды неше секунд ішінде өлтіріп тастауға болатынын анық біліп тұрды. Егер ол қаласа, үшеуі де 3 секундқа жетпей, мойындары сынып жерде жатар еді. Алайда ол өзінің ішіндегі құбыжықты ұстап тұру үшін бүкіл ерік жігерін іске қосты. Қан төкпе, Қасым, олар жай ғана надан балалар. Темір үшін кісі өлтірме деп өз-өзіне бұйрық берді қария. Ол жұдырығын түйген күйі, олардың келесі әрекетін үнсіз күтіп тұрды. Руслан қарияның қарсылық көрсетпей, үнсіз тұрғанын қорқыныш пен дәрменсіздік деп түсінді. Ол өзін абсолютті жеңімпаз сезініп жақындап келді де, күтпеген жерден Қасым қарттың бетіне оң жұдырығымен қатты соққы жұмсады. Соққы өте ауыр болды. Қасым қарттың ерні жарылып, қан ағып кетті. Қария тепе-теңдігін жоғалтып жерге, шаң басқан топыраққа құлады. Ол құлап бара жатқанда да зақым алмай құлаудың арнайы әскери техникасын қолданып, басын аман сақтап қалды. Ұр мынаны. Қартайып қалғанына қарамаңдар, жағы өте қатты екен, деп айғайлады Руслан. Жандос пен Мақсат жүгіріп келіп, жерде жатқан қарияны аяусыз тебе бастады. Олардың қалың бәтеңкелері Қасым қарттың қабырғаларына, иығына, аяқтарына тиіп жатты. Қасым қарт тек беті мен басын қолдарымен жауып, ләм-мим деместен, ешбір ауырсынған дыбыс шығармастан жата берді. Ол өз денесіндегі ауырсынуды өшіруді өте жақсы білетін. Бұлардың соққысы азаптауға маманданған дұшпанның арнайы қинауларымен салыстырғанда жай ғана шыбын шаққандай еді. Бірақ олардың әрбір тепкісі Қасым қарттың сабыр шынжырындағы үзілгелі тұрған бір-бір алқаны жұлып жатқан болатын. 5 минутқа созылған ұрып соғудан кейін жігіттер ентігіп тоқтады. Қасым қарт шаңға аунап, қанға боялған күйі қозғалыссыз жатты. Руслан жерге түкіріп, мотоциклдің кілтін алды. Жандос, сен арбаға отыр. Мақсат, сен өзіміздің машинамен артымнан жүр.
Темірді өзім айдаймын, деді ол ентігіп. Руслан мотоциклді оталдырып, қозғалтқышты қатты бақыртып жіберді. Дөңгелектердің астынан шаң бұрқ етті. Олар қарқылдап күліп, өздерін әлемдегі ең мықты жігіттерміз деп санап, ауладан шығып кетті. Олардың артынан Toyota да зымырай жөнелді. Аула қайтадан қаңырап бос қалды. Тек күздің суық желі ғана әрлі-берлі ұшқан жапырақтарды сыбдырлатып жатты. Төрт тарау. Түнек түбінен оралу. Арада 20 минуттай уақыт өтті. Қараңғылық айналаны толықтай басты. Аула ортасында шаң мен қан ішінде жатқан дәрменсіз қария баяу қозғалды. Қасым қарт бір қолымен жер таянып, бойын тіктеді. Оның қимылдарында ешқандай асығыстық немесе әлсіздік жоқ еді, керісінше өте дәл, механикалық әрі саналы қозғалыстар. Ол қан ағып қатып қалған ерінің қолымен сүртті. Қабырғалары сырқырап ауырып тұр, бәлкім біреуі сынғанда болар. Бірақ бұл маңызды емес. Ең бастысы, ол өзінің антын бұзуға, ішіндегі жыртқышты босатуға толық және заңды себеп тапты. Бұл ақымақтар тек оның мотоциклін ұрлап қана қоймай, оның өткен шақтағы естеліктерін, соғыста қаза тапқан қаруластарының жәдігерін қорлады. Ең жаманы, олар Қасым қарттың кешіріміне, оның адамгершілігіне түкіріп, зұлымдық жолын таңдады. Мен сендерге мүмкіндік бердім. Мен қан төкпеу үшін таяқ жеуге келістім. Бірақ сендер өлім қақпасын өз қолдарыңмен аштыңдар, деп күбірледі қария өз-өзіне. Оның даусында енді жылылықтың ізі де қалмаған. Ол мұздай суық, болаттай берік еді. Қасым қарт орнынан тұрып үйіне қарай жүрді. Ол ас үйге емес, жатын бөлмеге де емес, тура ауланың шетіндегі ескі, тастанды болып көрінетін қоймаға қарай бет алды. Қойманың іші қараңғы әрі ызғарлы. Қария қабырғадағы жасырын түймені басты. Кірпіш қабырғаның бір бөлігі дыбыссыз артқа жылжып, төмен қарай түсетін бетон баспалдақтар ашылды. Бұл оның өз қолымен салған құпия жертөлесі, бункер еді. Баспалдақпен төмен түскеннен кейін автоматты түрде күңгірт ақ шамдар жанды. Жертөленің іші бейне бір әскери базаның дайындық бөлмесін еске түсіретін. Қабырғалар бойымен таза, майланған қаптардың астында сақтаулы тұрған қару-жарақтар, оқ-дәрілер, рациялар мен карталар бар. Қасым қарт тікелей медициналық қобдишаға барды. Ол ауырсынуды басатын дәріні шприцке сорып алып, киімінің үстінен тікелей аяғына шаншыды. Қабырғаларын қатты эластикалық бинтпен мықтап байлады. Жүзіндегі қанды спиртпен жуып тастады. Жарылған еріне назар аударған да жоқ. Осыдан кейін ол бөлменің төріндегі қара темір сейфке жақындады. Сейф саусақ ізімен ашылатын. Қария бармағын сканерге қойды. Ауыр темір есік сырт етіп ашылды. Сейфтің ішінде ақша да, алтын да жоқ еді. Оның ортасында қара барқыттың үстінде сарғайып кеткен құжат, оның жанында нағыз, ең жоғары деңгейдегі құпия әскерлерге тиесілі, күміспен көмкерілген қолбасшылық пышағы тұрды. Ал ең жоғарыда әскери киімнің үстінде жалтырап қалың, жұлдызды погондар, маршалдың жұлдыздары жатты. Ол Қасым ата емес, кезіндегі Кеңес одағының және кейіннен тәуелсіз мемлекеттің ең қорқынышты және құпия операцияларын жеке өзі басқарған. Халықаралық лаңкестік желілерді жойған. Дұшпандары елес маршал деп атап кеткен аты-аңызға айналған қолбасшы болатын. Ол өлімнің өзінен де бірнеше рет тірі қайтқан адам еді. Қасым қарт шаң басқан, қарапайым киімдерін шешіп тастады. Орнына қап-қара, арнайы арами талшығынан тоқылған, оқ өтпейтін тактикалық формасын киді. Аяғына ауыр, ұшы болат әскери бәтеңкелерін тартты. Сейфтегі арнайы қара пышақты алып, оң аяғындағы қынға орналастырды. Содан соң үстелде жатқан 2 глак 19 тапаншасын тексеріп, оқталғанына көз жеткізіп, оларды 2 бүйіріне ілді. Оның көзге түспес шал кейпі 1 секундта ғайып болды. Енді айна алдында салқын қанды, қатыгез, әрбір қимылы өліммен аяқталатын нағыз кәсіби жауынгер, дұшпандарының түсіне кіретін маршал тұрды. Ол жертөледегі арнайы үстелде тұрған ескі радиостанцияны қосты. Пультті басып, жылдар бойы қолданылмаған құпия толқынды реттеді. Ол цифрлық байланыс арқылы тек бір ғана нәрсені білуі керек еді, бұл ақымақтар қайда кетті. Оның мотоциклінде осыдан көп жыл бұрын орнатылған, ешқашан қуаты таусылмайтын, әскери деңгейдегі құпия, маяк, жүк бар болатын.
Қария компьютер экранына үңілді. Экранда қызыл нүкте пайда болып, қаланың батыс жағындағы ескі өнеркәсіп аймағында тоқтап тұрғанын көрсетті. Олар сол жерде, деді маршал сыбырлап. Ол қара былғардан тігілген қолғаптарын киді. Енді Қасым үшін кері қайтар жол жоқ еді. Ол жертөледен шығып, ауласында тұрған үсті жабық ескі шатырды, тентті, тартты. Шатыр астында көзге көп түсе бермейтін, бірақ қозғалтқышы өте қуатты, қара түсті джип Grand Cherokee тұрған еді. Маршал көлікке отырып қозғалтқышты оталдырды. Қараңғы түн, жұлдызсыз аспан астында қара көлік ауыл шаңын бұрқыратып, қылмыскерлердің соңынан, дәлірек айтқанда, оларды жазалау миссиясын аттанды. 5 тарау. Елестің жақындауы. Қаланың батыс бөлігі. Тастанды зауыттар мен ескі қоймалар орналасқан аймақ. Руслан, Жандос және Мақсат ұрланған мотоциклмен өздерінің базасы қызметін атқарып тұрған. Бір кездері механикалық цех болған үлкен ғимаратқа жетіп келді. Бұл жерде олардың басқа да сыбайластары, қала шетіндегі қара жұмыстармен айналысатын тағы 10 шақты қарақшы жиналған болатын. Олардың үлкені, қатыгездігімен танылған қасапшы лақап аты бар Шәміл есімді қылмыскер де осы жерде еді. Руслан мотоциклді цехтың ортасына алып кіріп, мақтана бастады. Қараңдар, Шәміл аға, қандай олжа түсірдік. Бір шіріген шалдың үйінде жатыр екен. Бергісі келмеді, жақ басын ұнтақтап тастадық. Қазір ауруханада жан тапсырып жатқан болар. Бірақ Темірдің жағдайы идеал. Шәміл темекісін тұтатып, мотоциклді айналып шықты. Ол мототехниканы жақсы түсінетін. Бұл жай ғана зат емес, Руслан мұны нағыз шебер жинаған. Тіпті рамасы да күшейтілген екен. Шалды бекер ұрғансыңдар, жігіттер. Полиция иіскеп келсе, артық проблема болады. Ей, қойсаңызшы, Шәміл аға. Қандай полиция? Ол шалдың не туысы, не күші жоқ. Жаңбыр жауса, еріп кететін бейшара ғой, деп қарқылдап күлді Жандос, қолындағы сыра бөтелкесін жұта-жұтып. Олар барынша қатты музыка қосып, ет қуырып, өздерінің ерліктерін атап өтуге кірісті. Үлкен темір қақпа ішінен құлыптаулы, ал аулада 2 қабаған ит пен жас жігіттерден құралған күзетшілер тұрды. Олар өздерін әлемдегі ең қауіпсіз және қолжетпес адамдардай сезінді. Алайда цехтан 500 метрдей жерде, қараңғылық қойнауынан қара джип шамдарын өшірген күйі елесше жылыстап келе жатты. Маршал көлікті алысырақ тоқтатты. Ол цехтың айналасын дүрбімен шолып шықты. Периметр, күзетшілер, жарық түсетін бұрыштар, қашу жолдары, бұлардың барлығын маршалдың миы бірнеше секунд ішінде есептеп, әрекет ету жоспарын құрып шықты. Ол көліктен жеңіл түсті. Оның қадамдары жерде титтейде дыбыс шығармайтын. Ол енді жай ғана адам емес, ғазап пен кек алудың жансыз символына айналған еді. Маршал цехтың артқы жағындағы биік темір дуалдың қасына келді. Ол өзінің физикалық жағдайын толық бақылай алатын, жасы 70-тен асса да, бұлшық еттеріндегі күш пен реакциясы арнайы дайындықтан өткен 20 жастағы жігіттікінен кем түспейтін. Ол дуалға қарғып шығып, ішке көз тастады. 2 үлкен ит күзетшімен бірге айналып жүр. Маршал жамбасынан дыбыс басқышы, глушитель орнатылған тапаншасын алды. Ол иттерді өлтіргісі келмеді, олар жай ғана хайуан ғой. Ол қалтасынан арнайы ультрадыбысты шағын құрылғыны алып, түймесін басты. Адам құлағына естілмейтін, бірақ иттер үшін төзгісіз дыбыстар алды. Екі итте бірден қыңсылап, құлақтарын жымырып, өз күркелеріне қарай қаша жөнелді. Күзетші жігіт иттердің неге қашып кеткенін түсінбей, ашуланып артына бұрылды. Ей, қайда қашып барасыңдар, оңбағандар. Ол осы сөзді ғана айтып үлгерді. Қараңғылық ішінен маршалдың қара елесі ұшып келді де, оның иегінің астына, ұйқы артериясына өте дәл әрі күшті соққы жұмсады. Жігіт бірде-бір дыбыс шығара алмай, есінен танып маршалдың қолына құлады. Маршал оны жаймен жерге жатқызып, цехтың бүйіріндегі қиялай ашық тұрған темір есікке жақындады. Іштен шығып жатқан қарқылдаған күлкі, сыра бөтелкелерінің сыңғыры және рэп музыкасының қатты дауысы оның құлағына жетті. Олар өздерінің ажалдары есік табалдырығында тұрғанын білмеді.
Өлім қақпасынан қайтқан маршал осы түнде оларға нағыз тозақтың қандай болатынын көрсетуге дайын еді. Ол есікті ақырын ашып, жарықпен көлеңке алмасып тұрған орасан зор ғимараттың ішіне қадам басты. 2 бөлім. Қараңғылықтағы аңшылық. 6 тарау. Ажалдың тынысы және басталған ойын. Цехтың іші темекі түтініне, қуырылған еттің иісіне және арзан сыраның сасық буына толып кеткен еді. Ортадағы үстел басында Шәміл өзінің ең жақын 5-6 адаммен гүрілдей сөйлесіп, арағын сіміріп отыр. Ал Руслан, Жандос және Мақсат үшеуі өздерінің жаңа ғана ерлікпен тартып әкелген мотоциклінің жанында мәз-мейрам болып суретке түсіп әлек. Жоғарыда цехтың 15 метрлік биік төбесіндегі ескі темір арқалықтардың үстінде Қасым маршал үнсіз жатты. Оның қап-қара тактикалық формасы қараңғылықпен толықтай біте қайнасып кеткен, төмендегілер оны көруі мүмкін емес еді. Ол өзінің инфрақызыл түнгі көру көзілдірігін киіп, төмендегі нысаналарды бір-бірлеп санап шықты. Барлығы 14 адам. Қарулары бірнеше аңшы мылтығы, кесілген оңғылы шолақ мылтық, обрез, 2 тырмақ тапаншашықтар. Бұл арнайы дайындықтан өткен жауынгер үшін жай ғана балабақшаның қару-жарағындай көрінетін. Бірақ олардың саны көп, сондықтан тікелей атысқа шығу тактикалық қателік болар еді. Маршал психологиялық террорды бастауға шешім қабылдады. Ол алдымен олардың көзін, сосын құлағын, ал ең соңында ақыл есін тартып алуы керек еді. Ол арқалықпен жылыстап барып, ғимараттың негізгі электр қалқаны щиток орналасқан тұсқа жетті. Төмендегілердің назары қатты қосылған музыка мен ішімдікке ауып тұрғанда, маршал қалтасынан дыбыссыз кескішті алып, негізгі кабельді қиып жіберді. Тарс еткен кішкене ұшқын шықты да, бүкіл орасан зор ғимарат ішіндегі жарық 1 секундта сөніп қалды. Музыкада үзіліп, цехты өлі тыныштық жаулап алды. Тек сыра бөтелкесінің біреудің қолынан түсіп кетіп, тас еденге сыңғырлай сынып шашыраған дауысы ғана естілді. «Ей, жарыққа не болды?» деп айғайлады біреу қараңғылықтан. «Пробка ұшып кеткен шығар. Данияр, бар да щитокты қарап келші. Кімнің телефонында фонары бар, қосыңдар». Шәмілдің жуан дауысы бұйрық бере естілді. Цехтың ішінде 5-6 телефонның әлсіз жарығы жанды. Бірақ бұл үлкен ғимараттың ішіндегі қараңғылықты сейілтуге қауқарсыз еді. Жарық сәулелері шаң басқан ауада ойнап, адамдардың үлкейген көлеңкелерін қабырғаға түсіріп, үрейлі көрініс тудырды. «Қазір, Шәміл аға, мен қосып келемін». Данияр есімді жігіт телефонның жарығын алға созып, қабырғаны жағалай электр қалқанына қарай жүрді. Ол қалқанның дәл үстінде, көлеңке ішінде оны өлімнің өзі күтіп тұрғанын сезген жоқ. 7 тарау. Көрінбес жау және алғашқы құрбандар. Данияр қалқанға жақындап, оның есігін ашты. Телефонның жарығын ішіне түсіріп: «Бұнда бәрі дұрыс сияқты ғой. Тоқта, кабель кесіліп қалыпты». «Бұны кім?» Ол сөзін аяқтап үлгермеді. Төбеден сұмдық жылдамдықпен төмен түскен маршал оның басына аяғымен оратылып түсті де, кәсіби тұншықтыру әдісімен Даниярдың аузын қолымен жауып, мойнын қысты. Жігіт бір ретте бұлқына алмады. Оның телефоны жерге түсіп, жарығы төбені нұсқап қалды. Маршал есінен танған Даниярдың денесін тез арада жоғарыдағы темір баспалдаққа қарай сүйреп әкетті де, пластмасса қамытпен стяжка қол аяғын байлап, аузына шүберек тығып тастады. Бұл әрекетке небәрі 5 секунд кетті. Жерде тек жанып тұрған телефон ғана қалды. «Данияр, не болды? Қостың ба?» деп айғайлады Шәміл үстел басынан. Жауап болмады. «Ей, Данияр, саңыраусың ба?» Мақсат пен тағы бір жігіт телефондарының жарығын түсіріп, қалған жаққа қарай жүрді. Олар жерде жатқан телефонды ғана көрді. Данияр ізім ғайым жоғалған еді. «Шәміл аға, ол мұнда жоқ. Тек телефоны жатыр», деді Мақсаттың даусы дірілдеп. Шәмілдің ішіне қорқыныш кіре бастады. Ол қылмыс әлемінде көпті көрген, талай атыстарды бастан өткерген адам еді. Бұл жай ғана электр қуатының өшуі емес екенін оның түйсігі сезіп тұрды. «Қаруларыңды алыңдар. Бәрің үстелдің жанына жиналыңдар. Бұл жерде біреу бар», деп ақырды Шәміл, белінен Макаров тапаншасын суырып алып. 13 адам асығыс үстелдің айналасына жиналып, қаруларын жан-жаққа кезеп тұра қалды.
Олардың жүректерінің дүрсілі өздеріне естіліп тұрғандай еді. Жігіттердің бірі қорқыныштан шолақ мылтығының шүріппесін басып қала жаздады. «Кім бар мұнда? Көрін, еркекше шық!» деп айғайлады Руслан, қолына темір арматура ұстап алып. Оның бағанағы тәкаппарлығынан ештеңе қалмаған, көздері шарасынан шығып, қараңғылыққа тесіле қарап тұрды. Кенет цехтың екінші басынан, қараңғылық түбінен бір темір банканың жерге түсіп сыңғырлап домалаған дауысы естілді. Барлығы бірден сол жаққа қарай бұрылып, телефондарының жарығын бағыттады. «Атыңдар!» деп бұйырды Шәміл. 2-3 мылтықтан от шашырап, тарс-тұрс еткен дауыс ғимаратты жаңғыртып жіберді. Оқтар ескі темір құбырларға тиіп ұшқын шығарды. Бірақ ол жақта ешкім жоқ еді. Маршал оларды жай ғана дүрліктіріп, оқ дәрілерін босқа жұмсату үшін алдамшы маневр жасаған болатын. Олар алдыңғы жаққа қарап оқ атып жатқанда, маршал олардың ту сыртынан, екінші қабаттың балкон тәрізді қалқасынан үнсіз секіріп түсті. Ең шетте тұрған екі жігіттің ту сыртынан келіп, екеуінің де басын бір-біріне сұмдық күшпен соғып қалды. Екі жігіт қоқ еткен дыбыс шығарып, еденге сұлап түсті. Маршал оларды сол жерде қалдырып, қайтадан көлеңкеге сүңгіп жоқ болды. 8 тарау. Дүрбелең және қасапшының үрейі. Мылтық дауысы басылған соң, жігіттер жан-жақтарына қарады. «Тиді ме? Біреу бар ма екен?» деді Жандос демігіп. Сол кезде біреуі аяғының астында жатқан екі досын байқап қалды. «Аға, мына жерде Ержан мен Самат жатыр». «Ес-түссіз». Шәмілдің көздері қанталап кетті. Ол адамдарын айналдыра қарап шықты. Қарсыластың кім екенін, оның нешеу екенін ешкім білмейді. Бірақ бір нәрсе анық, бұл қатардағы қылмыстық топтардың разборкасы емес. Бұлай тек арнайы жасақтың спецназ, элиталық тобы ғана жұмыс істейтін. Дыбыссыз, тез және психологиялық соққы беру арқылы. Шеңбер жасаңдар. Арқаларыңды бір-біріне беріп тұрыңдар. Ешкім бөлінбесін. Шәміл тәжірибесіне сүйеніп бұйрық берді. Ол Русланның жағасынан шап беріп ұстап алды. «Сендер кімнің мотоциклін ұрладыңдар, иттер? Бұл кімнің арнайы жасағы? Кімнің ізіне түстіңдер?» Руслан қалтырап дірілдеп, «Білмеймін, аға. Құдай ақы, білмеймін. Ол жай ғана ауылдағы бір шал еді ғой. Біз оны ұрып тастағанбыз. Оның ешкімі жоқ болатын», деп ақталды. Шәміл оны итеріп жіберді. «Ақымақтар, шал сендерді осындай тактикамен қырып жатыр ма? Мұнда нағыз кәсіпқойлар жүр». Дәл осы сәтте олардың үстінен, төбедегі арқалықтардың бірінен қандай да бір сұйықтық тамшылай бастады. Тамшы Жандостың бетіне тамып түсті. Жандос қолымен сүртіп телефон жарығына қарады. Бұл қан еді. Олар бәрі бірдей жоғарыға жарық түсірді. Жоғарыдағы темір арқалықта бұлардан 10 метрдей биіктікте, сыртта күзетте тұрған екі жігіттің денесі төмен қарап салбырап тұр еді. Олардың қолдары мен аяқтары байланған, тек естерінен танған болатын. Бірақ мұрындарынан аққан қан төменге тамшылап жатқан еді. Бұл көрініс қарақшылардың психологиясын толықтай сындырды. Олардың кейбіреулері қаруларын тастап, есікке қарай қашпақ болды. «Мен бұл жерде өлгім келмейді. Бұл жымперлер ғой. Қашайық», деп айғайлады жігіттердің бірі, темір қақпаға қарай тұра жүгіріп. «Тоқта, бөлінбе дедім». Шәміл оған қарай оқ атпақ болды, бірақ үлгермеді. Қашып бара жатқан жігіт қақпаға 5 метр қалғанда, қараңғылық ішінен маршалдың аяғы шығып, оның кеудесіне жойқын соққы тиді. Жігіт ауада екі айналып барып, жерге күрс етіп түсті. Маршал оның жанында бір сәтке ғана тоқтап, жарық сәулесіне ілінді. Бәрінің демі ішіне тартылып қалды. Олардың алдында қап-қара форма киген, екі қолында екі тапаншасы бар, көздерінен ажалдың ызғары есіп тұрған елес тұр еді. Оның бетіндегі жаңа ғана тігілген тыртықпен қатып қалған қан оны одан бетер қорқынышты етіп көрсетті. Бұл Руслан мен оның достары жаңа ғана сабаған сол шал еді. Бірақ қазір ол шал емес, нағыз жауыздықтың періштесі болып көрінді. Бұл сол шал ғой, деп шіңкілдеді Мақсат, қорқыныштан шалбарына жіберіп қоя жаздап. Шәмілдің де көздері бадырайып кетті.
Ол бұл адамның дене бітімінен, қару ұстауынан оның кім екенін енді түсінді. Бұл жай ғана арнайы жасақ емес, бұл сонау ауған соғысының, жасырын операциялардың нағыз машинасы болатын. Атыңдар! Бәрің бірге атыңдар! Деп айғайлады Шәміл, өзі бірінші болып тапаншасынан оқ жаудырып. Бірақ маршал ол жерде жоқ еді. Ол көз ілеспес жылдамдықпен жерге қарай сырғып, ең жақын тұрған бағананың колонна артына өтіп кетті. Оқтар жаңбырдай жауып, бағананың бетонын бұрқыратып жатты. Тоғыз тарау. Психологиялық соққы және торға түскен аңдар. Маршал бағананың артында тыныс алып тұрды. Ол өз қаруынан оқ атуға асықпады. Егер ол өлтіруді мақсат еткенде, бағанаға жетпей-ақ екі тапаншасымен олардың барлығының басына оқ дәрткен болар еді. Бірақ оның мақсаты басқа. Ол бұл арсыз қылмыскерлерге олардың ешкім еместігін, күштері тек дәрменсіздерге ғана жететінін сезіндіруі керек еді. Ол қалтасынан кішігірім дыбышар гранатасын, светошумовая граната шығарды. Сақинасын жұлып алып, оны қарсыластары тұрған топтың қақ ортасына қарай домалатып жіберді. Граната! Жат бәрің! Деп айғайлады Шәміл. Бәрі жерге құлады. Құлақ тұндыратын жарылыс пен көзді шағылыстыратын жарқыл бөлме ішін жаулап алды. Қарақшылар уақытша соқыр әрі саңырау болып қалған еді. Олар жерде жатып барларын, құлақтарын басып ыңырсып жатты. Осы сәтті пайдаланған маршал олардың арасына кіріп кетті. Ол оқ атпады. Ол қолындағы қарудың сабымен, аяғымен, шынтағымен өте дәл және жойқын соққылар жұмсай бастады. Оның әрбір соққысы қарсыластың буындарына, нерв нүктелеріне тиіп, оларды сол заматта сал етіп тастап жатты. Біреуінің қолы сынды, екіншісінің тізесі шығып кетті, үшіншісі жағы сынып қан құсып жатты. 30 секундтың ішінде оннан астам қарақшы қансырап, ес-түссіз немесе ауырсынудан қирап еденде жатты. Аяғында тұрған тек үшеу ғана қалды. Шәміл, Руслан және Жандос, бұл үшеуі гранатаның әсерінен сәл алырақ болғандан жебаған еді. Жарық шағылысу басылып цех ішіне қайтадан қараңғылық орнағанда, үшеуі де қаруларын ұстаған күйі қалтырап тұрды. Айналадағы достарының ыңырсыған дауысы олардың рухын толықтай сындырған болатын. Шық, шайтан! Ер адамша шық! Деп айғайлады Шәміл, айналасына мылтығын кезеп. Оның маңдайынан мұздай тер ағып жатты. Маршал олардың арқа жағындағы қараңғылықтан өзінің мұздай суық даусымен тіл қатты. Сендер еркектермен емес, шалмен төбелесіп үйренгенсіңдер ғой. Міне, сол шал сендердің алдарыңда тұр. Үшеуі де жалт бұрылды. Олардың алдында небәрі 5 метр қашықтықта маршал тұрды. Ол қаруларын беліне іліп қойған, қолдары бос еді. Бұл Шәміл үшін қорлаудың ең жоғарғы шегі болды. Ол қаруын көтеріп маршалға қарай оқ атпақ болды. Бірақ маршалдың реакциясы адам сенгісіз еді. Ол жерден сыпырыла алға ұмтылып, Шәмілдің қару ұстаған қолын астынан жоғары қарай қатты теуіп жіберді. Тапанша ауаға ұшып кетті. Маршал екінші аяғымен Шәмілдің кеудесіне дәлдеп соққы жасады. 100 килограммдық дәу Шәміл ауада қалықтап барып, артындағы үстелді сындырып құлады. Жандос ақыра ұмтылып, қолындағы үлкен пышақпен маршалды ішінен ормақшы болды. Маршал оның қолын білегінен ұстап алып, өз осымен айнала отырып, Жандостың өз инерциясын өзіне қарсы қолданды. Жандостың қолы тырс етіп сынып кетті, ал өзі еденге күрс етіп түсті. Маршал оның желкесінен аяғымен басып, есінен тандырды. Енді бөлменің ортасында тек Руслан ғана қалды. Жаңа ғана қарияны аяусыз тепкен, мотоциклін ұрлап мақтанған сол баяғы тәкаппар Руслан, ол қазір қаруын түсіріп алған, тізелері дірілдеп, пұтына жіберіп қоя жаздап тұрған бейшараға айналған еді. 10 тарау. Есеп айырысу және маршалдың үкімі. Маршал баяу қадаммен Русланға жақындады. Оның әрбір қадамы Русланның миында өлім дабылындай жаңғырып жатты. Руслан артқа шегінбек болды, бірақ арқасы мотоциклге барып тірелді. Сол баяғы Уралға. Кешіріңіз. Аға, мен қателестім. Біз білмедік. Русланның дауысы шіңкілдеп жылап жіберді. Ол тізе бүгіп қолдарын алдына созды.
Мен барлығын қайтарамын. Ақша беремін. Қанша керек? Тек өлтірмеңізші. Менің жап-жас өмірім бар ғой. Маршал оның алдына келіп тоқтады. Ол Русланның жылап тұрған бейшара түріне жиіркенішпен қарады. Жаңа ғана мен жерде қансырап жатқанда, сен менің жасымды сыйладың ба? Деді маршал, даусынан Болаттың сыңғыры естіліп. Ақша. Сендер бәрін ақша шешет деп ойлайсыңдар. Адамның қадірінде, өмірінде. Бірақ мына қараңғылықта сенің ақшаң сені мына өлімнен құтқара алмайды. Бұл жерде менің заңым жүреді. Маршал оң қолын созып, Русланның тамағынан шап беріп ұстады да, оны бір қолымен ауаға көтерді. Руслан дем ала алмай қырылдап аяқтарын сермеп жатты. Оның көздері маршалдың қараңғы, түпсіз жанарына қадалды. Ол жерден Руслан өзінің ажалын көрді. Ол шынымен де өлетініне, мына адам оны бір секундта тұншықтырып тастайтынына толық сенді. Маршал оны бірнеше секунд ауада ұстап тұрды да, кенеттен жерге лақтырып жіберді. Руслан жөткірініп ауа қармай қалды. Мен сені өлтірмеймін, деді маршал. Бұл сөздер Руслан үшін екінші рет туғандай әсер етті. Бірақ маршалдың келесі сөзі оның қуанышын су сепкендей басты. Өйткені сенің қаның менің қолымды кірлетуге тұрмайды. Сендер жай ғана қорқақ шибөрсіңдер. Топпен жүргенде ғана мықтысыңдар. Мен сендерге өмір бойы ұмытпайтын сабақ беремін. Маршал қалтасынан шағын бейнекамера шығарды. Тұр орныңнан. Камераға қара. Сендер бүгін не істегендеріңді, шалдан қалай көлік ұрлағандарыңды, қандай қылмыстар жасағандарыңды осы жерде бәрін мойындайсыңдар. Сенің қасыңда жатқан анау қасапшы атанып жүрген Шәмілде оянып өз қылмыстарын айтып береді. Егер айтпасаңдар, мен сендерді полицияға емес, кезінде сендер зәбір көрсеткен адамдардың отбасыларына тапсырамын. Таңдау өздеріңде. Түні бойы маршал оларды өздерінің қылмыстарын камераға мойындатқызды. Шәміл мен оның адамдары қорқыныштан бәрін сайрап берді. Бұл бейнежазбалар олардың полициядағы жемқор көкелерінің де, өздерінің де түбіне жететін нағыз компромат еді. Жұмысын аяқтаған соң, маршал мотоциклінің кілтін Русланның қалтасынан өз алып, оралын оталдырды. Двигательдің таныс, жұмсақ гүрілі ғимарат ішін жаңғыртты. Ол темір қақпаны ашып, сыртқа шықпақшы болды. Сосын артына бір рет бұрылып қарады. Еденде қанға боялып байлаулы жатқан қарақшылар тобы оған үрейлене қарап жатты. Егер бұл қалада тағы бір рет әлсіздерге күш көрсеткендеріңді естісем, мен қайтып келемін. Ол кезде мен жай ғана сөйлесіп қоймаймын. Маршал ұйықтамайды, деді ол. Мотоцикл қараңғылық ішіне сүңгіп көзден ғайып болды. Оның артында талқандалған қылмыстық ұя мен өмірлеріндегі ең қорқынышты түсті бастан өткерген қарақшылар қалды. Қасым қарт мотоциклмен ауылына қарай келе жатып, таңның атып келе жатқанын байқады. Ол өзінің ішіндегі маршалды қайтадан ұйқыға жібере алмайтынын түсінді. Қоғамда әділетсіздік көп еді. Заң дәрменсіз болған жерде көлеңкедегі жауынгерлер әрекет етуі тиіс. Ол зейнеткерлік өмірмен қоштасты. Енді ол түн күзетшісіне, жазықсыз жандардың қорғаушысына айналды. Бұл жай ғана бір түнгі оқиға емес, жаңа аңыздың басталуы еді. Өлім қақпасынан оралған маршал өзінің соңғы әрі ең ұлы соғысын бастаған болатын. 3 бөлім. Астана түнегіндегі сілкініс. 11 тарау. Таңғы ызғар және күйреген империя. Астананың қатал да суық таңы атып келе жатты. Елорданың зәулім ғимараттарына көктемнің салқын желі соғып, Есіл өзенінің жағалауындағы тұман баяу сейіліп келе жатқан кез. Қала жұртшылығы күнделікті күйбең тіршілігіне кірісіп, көшелерде көлік кептелісі басталған шақта Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бас ғимаратында нағыз дүрбелең орын алды. Түнгі сағат 3-те орталық серверге белгісіз шифрланған дереккөзден ауыр салмақты бейнефайл келіп түскен болатын. Кезекші офицерлер файлды ашқанда экраннан қанға боялып, тізе бүгіп тұрған қаланың ең қауіпті қылмыстық топ серкелерінің бірі қасапшы Шәміл мен оның сыбайластарының бейнесін көрді. Олар қорқыныштан дірілдеп, бұған дейін ашылмаған талай қылмыстарын, рейдерлік шабуылдарын, тапсырыспен жасалған кісі өлтіру істерін және ең бастысы, жоғары биліктегі сыбайластарының есімдерін жіпке тізгендей айтып жатты.
Сағат таңғы 6-ға қарай ОК-нің арнайы жасағы Шәмілдің базасына, ескі зауыт цехына басып кірді. Олар қарсылық күткен еді, бірақ ішке кіргендегі көрініс тәжірибелі офицерлердің өзін таң қалдырды. Ондаған қарулы қарақшы байлаулы, сүйектері сынған, ес-түссіз жерде сұлап жатты. Бұл тұтас бір элиталық батальонның емес, бір ғана адамның, нағыз кәсіпқой, еле жауынгердің іс екені айдан анық еді. Бұл жаңалық астыртын әлемде жай оғындай таралды. Қасапшының тобын бір түнде белгісіз біреу жойып жіберіпті деген қауесет Астананың көлеңкелі бұрыштарын түгел кесіп кетті. Ең сорақысы, ол жай ғана қылмыскерлерді ұстап берген жоқ, ол қылмыс әлемі мен жемқор шенеуніктердің арасындағы алтын көпірді құлатқан болатын. Ал осы дүрбелеңнің авторы, Қасым қарт, Астананың шеткі ауданындағы өзінің шағын ауласында ыстық шай ішіп, радиодан жаңалықтар тыңдап отырды. Оның Урал мотоциклі қайтадан өз орнына жайғасқан, кешегі қанды түннің ізі жуылып тазартылған еді. Бірақ қарияның ішкі сезімі оған бұл тыныштықтың уақытша екенін ескертіп тұрды. Ол қылмыстық жүйенің құйрығын емес, дәл басын басып алғанын білетін. Енді сол бас оған қарсы барлық күшін жұмылдырары хақ. 12 тарау. Генералдың ашуы және Тарлан тобы. Қала орталығындағы ең қымбат бизнес орталықтардың бірінің жоғарғы қабаты. Бүкіл Астана алақандағыдай көрінетін панорамалық терезе алдында 35-тер шамасындағы, үстіне мінсіз тігілген костюм киген генерал Асқаров тұрды. Ол ресми түрде отставкадағы шенеунік әрі кәсіпкер болғанымен, бейресми түрде қаладағы барлық заңсыз трафиктер мен қылмыстық синдикаттардың көлеңкелі әкімі еді. Шәміл оның ең сенімді әрі қатыгез тазалаушыларының бірі болатын. Кабинет есігі ашылып, Асқаровтың оң қолы бұрынғы арнайы жасақ командирі Болат кірді. Оның жүзі түнеріп кеткен. Бастық ОК Шәмілді және оның бүкіл жігіттерін алып кетті. Олардың түсірген видеосы біздің кейбір арналарымызға үлкен қауіп төндіріп тұр. Егер Шәміл тергеуде сайрайтын болса, іс бізге де жетуі мүмкін, деді Болат құжаттар салынған папканы үстелге тастап. Асқаров терезеден көзін алмай, салқын үнмен сұрады. Мұны кім істеді? Қай бәсекелес топтың батылы барды? Бұл бәсекелестер емес. Оқиға орнындағы сараптама мен тірі қалғандардың сөзіне қарағанда, бұл бір ғана адамның ісі. Шәмілдің жігіттері оны елес, шал деп сандырақтап жатыр. Кеше Руслан деген ақымақ қала шетіндегі бір қарияның мотоциклін тартып алған екен. Сол қария түнде базаға басып кіріп, бәрін жайратып тастапты. Асқаров бұрылып Болатқа мысқылмен қарады. Сен маған 20 қарулы қарақшыны бір зейнеткер шал ұрып кетті деп тұрсың ба? Мені ақымақ санама. Бастық, ол қарапайым шал емес. Мен оның ұрыс тактикасын зерттедім. Бөлмедегі жарықты сөндіру, инфрақызыл құрылғы қолдану, психологиялық террор, адамның өмірлік нүктелеріне дәл соққы жасау. Бұл кеңестік ГРУ-дің жойылып кеткен элиталық тобының қолтаңбасы. Ондай мамандар қазір жоқ. Біз кімге тиіскенімізді білмейміз, бірақ ол біздің құрылымға қауіп төндіріп тұр. Оның қолында тағы қандай компромат бар екені белгісіз. Асқаровтың көзінде ашу оты тұтанды. Ол қаланың басшысы екенін сезініп үйренген, ал қандай да бір өткен ғасырдың елесі оның империясына нұқсан келтіруі мүмкін емес еді. Маған оның кім екені бәрібір, Болат, Тарлан тобын көтер. Бұл істі тез арада жабу керек. Ол шалды табыңдар да, маған тірідей әкеліңдер. Мен оның терісін тірідей сыпырып көшедегі басқа батырларға сабақ қыламын. Болат бас изеп шығып кетті. Тарлан бұл кәдімгі көше бұзақылары емес, кезінде түрлі әскери қақтығыстарға қатысқан, ақша үшін кез келген адамды өлтіруге дайын кәсіби жалдамалылар тобы еді. Олар заманауи қару-жарақпен, жылу визорлармен, тепловизор және броньды көліктермен жабдықталған болатын. Қасым қартқа қарсы енді нағыз соғыс машинасы іске қосылды. 13 тарау. Маршалдың апаны және басталған ойын. Қасым қарт үйінің жертөлесіндегі мониторларға қарап отырды. Ол ОК-нің дерек қорына бұзусыз ақ өзінің ескі, жоғары деңгейлі құпия рұқсаттары арқылы кіре алатын.
Шәмілдің ұсталуы оған Асқаровтың реакциясын есептеуге мүмкіндік берді. Олар қателерін мойындап тынышталудың орнына аңшылыққа шығады деп ойлады маршал. Ол радиоэлектрондық күрес, рэп құрылғыларын қосты. Оның ауылының айналасындағы 5 шақырымдық радиуста барлық телефон байланысы мен дыбыс сигналдары өшірілді. Бұл оның жауларына мен осындамын, келіңдер деген ашық шақыруы еді. Маршал өзінің тактикалық киімін қайта киді. Ол мылтықтарын майлап гранаталарды белбеуіне ілді. Оның әрбір қимылы мінсіз, көңілінде титтей де үрей жоқ. Өйткені ол жай ғана қорғануға емес, шабуылдауға дайындалып жатқан болатын. Ол қарулы күштердің арасындағы ашық шайқастың қандай болатынын Ауғанстанның таулары мен Шешенстанның ормандарында әбден меңгерген. Ал мына жалдамалылар оның үйіне, оның ережесімен ойнауға келе жатты. Кеш батып Астана маңындағы даланы қою қараңғылық басты. Аспанда ай жоқ, тек алыста қаланың сарғыш шамдары ғана бұлыңғырланып көрінеді. Ауыл көшелерінде бірде-бір адам жоқ, иттер де тынышталған. Қасым ауласының қақпасын ашып тастады да, өз ауланың бұрышындағы ескі сарайдың шатырына көтеріліп, мергендік мылтығын сыбды орнатып күте бастады. Түнгі сағат 11-лер шамасында ауылға шамдарын өшірген 3 қара түсті, жол талғамайтын көлік, внедорожник кіріп келді. Олар Қасымның үйінен 100 метрдей жерде тоқтап, ішінен 12 қарулы жалдамалы сарбаз түсті. Олардың барлығында түнгі көру құрылғылары, бронежилеттер және үнсіз ататын автоматтар бар еді. Топты Болаттың өзі бастап келген. Байланыс жоқ. Ол біздің келе жатқанымызды білет, деді Болат рациясын тексеріп. 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ алдыңғы қақпадан, екінші топ артқы ауладан кіреді. Үшінші топ периметрді бақылайды. Оны тірідей алу керек, бірақ қарсылық көрсетсе, аяқ қолынан атыңдар. Кеттік. Жалдамалылар мысықша басып Қасымның ауласына жақындады. Олар өте кәсіби қимылдады, бір-бірін тасалап, бұрыштарды тексеріп ілгеріледі. Алдыңғы топ ашық тұрған қақпадан ішке кірді. Аула іші тып-тыныш. Тек ортада жалтырап баяғы Урал мотоциклі тұр еді. Альфа орнында. Аула таза, деп сыбырлады алдыңғы топтың басшысы гарнитурасына. Дәл сол кезде олардың аяқ астынан топыраққа көмілген кішкене құрылғыдан пип еткен дыбыс шықты. 14 тарау. Ажал торы және көрінбес сүрмерген. Бұл жарылғыш зат емес, қуатты жарық шашқыш граната, светошумовая мина болатын. Құлақ тұндырарлық гүрс еткен дыбыспен көзді қарықтырарлық ақ сәуле ауланың ішін күндізгідей жарқыратып жіберді. Түнгі көру құрылғыларын ПМФ киіп алған жалдамалылар үшін бұл нағыз азап еді. Олардың көздері шағылысып, уақытша соқыр болып қалды. Олар көздерін басып айғайлап жіберді. Осы бірнеше секундтық дүрбелең маршалға жеткілікті болды. Ол шатырдан дыбысы секіріп түсіп, соқыр болып қалған алдыңғы топтың арасына кіріп кетті. Оның қолындағы әскери пышақ ай сәулесінде жарқ етті. Маршал оларды өлтірмеді, бірақ олардың қару ұстаған қолдарының сіңірлерін, тізе буындарын өте дәлдікпен кесіп өтті. 3 секунд ішінде 4 жалдамалы қаруларын түсіріп, ауырсынудан бақырып жерге құлады. Маршал қайтадан қараңғылыққа сіңіп жоқ болды. Артқы ауладан кірген екінші топ бұл айғайды естіп алға қарай жүгірді. Ол аулада оқ атыңдар, деп бұйырды Болат. Екінші топ қараңғылыққа қарай бей-берекет оқ жаудыра бастады. Бірақ олар кімге атып жатқандарын білмеді. Маршал бұл уақытта үйдің ішіне кіріп, терезеден олардың қимылын бақылап тұрған еді. Ол олардың оқ дәрілерін тауысуын күтті. Атыс бәсеңдеген сәтте маршал терезеден шығып, қолындағы апс тапаншасымен олардың аяқтарына дәлдеп оқ атты. Пут-пут-пут еткен дыбыссыз оқтар екі жалдамалының тізесін тесіп өтті. Олар гүрс етіп құлады. Болат жағдайдың бақылаудан шығып бара жатқанын түсінді. Бұл жай ғана қақтығыс емес, бұл оларды жоспарлы түрде аяусыз аңдау еді. Олардың заманауи қарулары бұл елеске қарсы түкпе тұрғысыз болып қалды. Шегініңдер, көліктерге қарай шегініңдер, деп айғайлады Болат рацияға. Бірақ көліктер тұрған жерде оларды тағы бір тосынсый күтіп тұрған болатын. Қасым олар келмес бұрын көліктердің дөңгелектерін жарып, радиаторларын тесіп тастаған еді. 3 жол талғамайтын көлікте қозғалуға жарамсыз темір үйіндісіне айналған.
Осы кезде периметрді бақылап тұрған үшінші топтың 4 сарбазы Болатқа қарай шегініп келді. Командир, көліктер істен шыққан. Біз қоршаудамыз. Бұл жын ғой, оны көру мүмкін емес, деді сарбаздардың бірі қалтырап. Болат тістерін қайрады. Ол өзін мықты жауынгер санаса да, ішкі қорқынышын жеңе алмады. Олар ашық далада, қараңғылықта қалды. Ал олардың айналасында ажалдың өзі үнсіз айналып жүрген еді. 15 тарау. Елестің үкімі және Асқаровқа хат. Кенет ауланың ортасындағы прожектор жарқ етіп жанды. Жарық сәулесі қалған 6 жалдамалы мен Болатты қақ ортада ашық нысана ретінде көрсетіп тұрды. Олар жан-жаққа қаруларын кезеп, шеңбер құрып тұра қалды. Шық, қорқақ. Тығыла бермей, бетпе-бет шық, деп айғайлады Болат аспанға қарап. Прожектордың артындағы көлеңкеден маршалдың баяу, салмақ дауысы естілді. Мен қарусыз шығам. Ал сендер оқ атуға үлгере алмайсыңдар. Көлеңкеден Қасым шықты. Оның қолында қару жоқ еді. Ол баяу қадаммен оларға қарай жүрді. Болаттың жігіттері мылтықтарын кезенді, бірақ дәл шүртпені басар сәтте олардың көздеріне маршалдың артындағы қабырғадан шағылысқан бірнеше лазерлі көздеуіштің қызыл нүктелері түсті. Бұл нүктелер әрбір жалдамалының кеудесінде, маңдайында ойнап тұрды. Бұл Қасымның алдын ала орнатып қойған, қозғалысқа жауап беретін автоматты лазерлік проекторлар еді, бірақ жалдамалылар мұны нағыз мергендер тобы қоршап тұр деп ойлады. Олардың саусақтары қатып қалды. Егер оқ атса, өздері де сол секундта өлетінін түсінді. Маршал олардың дәл алдына келіп тоқтады. Ол Болаттың көзіне тік қарады. Бұл көзқарас кез келген қарудан да қауіптірек еді. Қаруларыңды тастаңдар, деді маршал жай ғана. Жалдамалылар бірінен соң бірі мылтықтарын жерге тастады. Болат та амалсыздан тапаншасын еденге қойды. Ол өмірінде бірінші рет толықтай жеңілгенін мойындады. Маршал Болатқа жақындап, оның жағасынан ұстады да өзіне жақындатты. Сендер жауынгер емессіңдер. Сендер ақша үшін өз елінің адамдарын қыратын қандықорсыңдар. Асқаров сияқты құбыжықтардың қолшоқпарсыңдар. Мен сендерді бүгін өлтірмеймін, өйткені сендер заң алдында жауап бересіңдер. Бірақ қожайыныңа менен сәлемдеме апарасың. Маршал қалтасынан кішкене флешка шығарып Болаттың қалтасына салды. Асқаровқа айт,